Мыналар негіз достар әбден бетімен кетті бар ғой, біздің парламентті ойыншыққа айналдырып, депутатпын ау мен, халықтың қалаулысы, елдің қамын ойлауым керек ау деп жүрген адам жоқ сияқты мына жерде. Кәдімгі дискредитация ғой бұл, кәдімгі парламентті былайша айтқанда мазақ қылып отыр. Өткенде Ардақ Назаров мінберге шығып анасын құттықтап бәлеге қап еді. Енді мына біреу шығыпты 5000 теңге тұрады жаңағыдай сатып алып жазғыздым. Енді парламент заң шығарушы органның атынан ресми адресат болып жазылған ресми жаңа көк қағаз. Осыны оның әйелінің гештальтын жабуға беріп отыр. Ол қандай депутаттық этика комиссия қаяққа қарап отыр? Ондай услуга болса, неге өздеріңіз пайдаланып жатсыздар, ешкімге айтпай? Бізге де айтыңыздар, бізде әйелімізді, анамызды құттықтайық. 5000 теңге емес, мақұл 10 000 теңге берейік, 5000 теңге жаңағы өз қалтасына салсын, дәулетіміз, 5000 жаңаға төлесін, сөйтіп құттықтайық онда бәріміз. Өздеріңіз ғана пайдалана беріп, бүкіл халыққа да беріңіздер. Дәл осылай кете беретін болса, мен сіздерге айтайын, қазір бұны тоқтатпайтын болсаңыздар, асқынып ертеңгі күні президенттің атынан той-томалаққа барып, құда жекжаттарын кәдімгі сүндет той свадьбаларға барып, кәдімгі төс белгілерін тағып, жаңа құттықтау қағаздарын беріп, Ақорданың атынан құттықтап, осындай нәрсеге дейін жетеді. Дәл осылай кете беретін болсақ, сондықтан достар, бұны қарау керек. Депутаттық этика комиссиясы қайда қарап отыр? Мәжілістің жаңа төрағасы Ерлан Қошанов мырза неге бұндай нәрсені көбейіп кетті бізде? Бұл деген дұрыс емес қой. Халық қалаулысы депутат деген елдің, халықтың қамымен жүру керек қой, жүгіріп жүру керек қой. Бұл не нәрсе мынау? Вообще сөз қамады бар ғой.